жалындатуға тиіс деп неміс композиторы Людвиг ван Бетховен айтқан. Мен Мұсылманқұлова Камшат Ануаровна, музыка пәні мұғалімі, керемет музыка тілімен, музыка әлемінің құдіретті сырларын танытуда, оқушылардың бойларына адами құндылықтар тәрбиелеуде, заман талабына сай нәтижелі жұмыс жасау үшін алдыңа нақты мақсат пен талап қойып, дәріс беру үшін әрдайым ізденістемін. Менің педагогикалық мақсатым онлайн және офлайн оқыту форматында заманауи педагогикалық технологияларын пайдалану арқылы музыка өнеріне қызығушылығы мен танымын қалыптастыра отырып, қоғамның функционалды, шығармашыл, жан-жақты белсенді, өнерлі, жаһандық азаматын тәрбиелеу. Жас ұрпақтың музыка әлеміне қызығушылығы мен шығармашылық қабілетін қалыптастыруда, жүйелі білікті музыкалық білім беруде тікелей ат салысып жүргеніме мақтанамын. Назарларыңызға 4-ші А сыныбында музыкадағы жыл мезгілдер тақырыбына өткізген оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары мен сабақ мақсаттарына қол жеткізу үшін заманауи педагогикалық технологияларды қолданған сабағымды ұсынамын. Қазір біз көңілімізді көтеріп, музыкалық қысқа қайырмен бір-бірімізге сәлемдесіп алайық. Сіздердің жақсы көңіл мейірімдеріңді бір-біріңге жақсы төгіңдер, жарай ма? Сәлем, сәлем, сәлем қағым қалай, жақсы. Бейнеролик қоям. Бейнероликтің мұқият қарау керек. Я, сосын алдарыңызда мынандай тапсырма бар тұр. Бірінші бағанға қараңдар. Бейнероликтен нені көресіңдер? Соны жазасыңдар, я? Не құбылыс болып жатыр? Табиғаттың құбылысы ма? Жыл мезгілдері өзгереді ма? Ойланасыңдар. Жазғандарыңды, мына жерде көрген элементтеріңді не көрдің? Одан кейін мына жерге сипаттайсыңдар. Жарай ма екінші бағанға? Үшінші бағанға музыкаға байланыстырып, өзің не білгің келеді? Сұрақ қоясыңдар өздеріңе. Болашақта сабақтан кейін шыққаннан кейін бе, әлде сабақтың аяғында мүмкін бір жауабын аламыз. Сен қойған сұраққа. Түсінікті ғой. Ал енді бейне роликті қоям. Кестені мұқият толтырыңдар. Не көрдің? Табиғат құбылысы қалай өзгерді? Неше рет өзгерді? Сіздерге 2 минут уақыт берілді. Болғандар жай ғана ноталарын көрсетіңіздер де отырыңыздар. Осы біз алған мәліметімізге кім сұрақ қоя алады музыкаға байланысты? Не білгің келер еді? Азды аспаппен ойнағанда қай фортені, пианоны, қайсын қолданатынын білгім. Ой, қандай керемет, динамикалық белгісін білгісі келеді деп. Алалар, сендердің тап нелерді, жауаптарымды тыңдадым, маған ұнады. Енді қалай ойлайсыңдар? Бүгінгі сабақтың атауы қандай, не туралы болуы мүмкін? Жыл мезгілдері дейсіңдер қалды. Қалай, атын қалай қоюға болады? Музыкадағы жыл мезгілдері керемет таптың. Жыл мезгілдері туралы білімдеріңді аймектеп бейнебаянын көру арқылы толықтырып алайық. Жауапты алып қаласың. Музыкадағы жыл мезгілдері тыңдаймыз. Сабақтың мақсаты итальян композиторы Антонио Вивальдидің жыл мезгілдері атты скрипкалық 4 концертімен танысады. Музыкалық шығарманың жанрын, көркемдік бейнесін анықтауды және салыстыруды үйренеді екенсіңдер балалар. Ақшақар әнін, ән ережесін сақтап, орындайсыңдар. Міне бүгінгі сабақтың мақсаты балалар. Енді балалар,
мен қазір сендерге тағы бір құпия жұмбақ қояйын, иә? Экранға екідан қараймыз. Мынау бірінші, иә? Ойланыңдар дейді. Мынау, міне, осы екі сурет туралы. Не ойлаймыз? Бұл не? Нотаны көтеріп ойнап алған балдар болса, нотаны көтеріп алып береміз. Айта ғой жөнде. Бұлар екі түрлі музыканың екі түрі. Біреуі аспаптық музыка, екіншісін адамдардың өзі айтады. Осындай музыканттардың өнерін көрсеткенде қалай айтайды? Қалай деп айтайды? Орындайтын ән айтамыз, билейміз ғой? Оны қайда қояды? Қайда қояды? Міне бір оқушым ойланыпты, концертте қояды дейді. Концертте қояды екен. Тегін билет алу үшін сендер тапсырма орындауларың қажет болады әрі қарай. Келісеміз ба? Тапсырманың нұсқаулығын тыңдайық. Мен қазір слайдқа концерттің мәтінін қойып қоямын. Сіздер бір минут оқып аласыздар, ойланасыздар, иә? Сосын мен сіздерге сұрақ қоямын. Оқып болсаңдар, ноталарын көтеріңдер олар. Концерт деген не? Концерттің қандай екі мағынасын білесіңдер? Кепті. Тамаша, ал келесі қалды. Келесі, алсамыз. Бірінші концерттің ішіндегі ояқта скрипкалармен, аспаптармен сахнаға шығып орындауға болатын білді. Көрдіңдер ме? Екі түрі бар. Біреуі аспапқа арнайы жазылады екен. Түсіндіңдер ме? Оркестрдің сүйемелдеуімен аспапқа арнайы жазылады. Ал екінші концерт, мысалы біз сынып сағатында да ән айтып, би билеп орындайсыңдар ғой. Ән айтып, түрлі ән айтып, би билеп сахнада жұрттың алдында концерт қоюдың түрі екен. Сонда сендер бүгін неше концерттің мағынасын білдіңдер? Екі концерттің мағынасын білдіңдер. Жаңа, мені көрдіңдер ма? Мені тапсырманы орындадыңдар. Сендер концертке билет алдыңдар. Билет алдыңдар. Енді балалар, бүгін сіздер итальян композиторы Антонио Вивальдидің жыл мезгілдері скрипкалық концерт циклына концертке келдік біз. Түсіндіңдер ма? Итальян композиторы осы дүние жүзіне осы жыл мезгілдерінің жазған концерті арқылы әйгілі болған екен. Жыл мезгілдерінде, әр жыл мезгілінде неше айдан? 3 айдан, иә? Антонио Вивальдидің неше жыл мезгілі бар? 4 мезгіл, 4 концерттік циклы бар екен. Жарайсыңдар. Ол бар. Ой, ана алдарында. Ой, ол қандай мезгіл екен? Қандай мезгіл екен? Қандай? Көктем екен, көктем. Енді тапсырма нұсқаулығын тыңдаңдар. Тапсырма нұсқаулығын тыңдаймыз. Мына жерде сіздер бар ғой, концертке келдік қой, билет алдық, иә? Алдарыңызда билет міне, талдау парағы. Сіздер концертке жай тыңдарман емессіздер. Сіздер экспертсіздер, тыңдаушы экспертсіздер. Мына аппаратта критерий берілген. Міне, дескриптор тұр. Оны бар ғой сіздер, балалар, тапсырмаларды бір-біріңе беріп, кім қалай жасап, мына жерде 4-еуін таңдаса 4 балл болады. Иә? Бірінші тапсырмаға 1 балл болады.
Екінші тапсырмаға 1 балл болады, мына жерде 4 балл болады, мына жерде 1 балл болады. Сонда 8 балл жинаған бала, оны сабақтың аяғында айтамыз, жарай ма? Наушниктеріңізді киіп, 3 минут уақыт береді. Наушниктеріңізді киіп, файлды ашып, музыканы тыңдаңыздар. Тапсырманы аяқтаңыздар. Нота белгісін көтеріңіздер. Кім аяқтады? О, жарайсыңдар. Ал енді қай мезгіл екен тыңдағаның? Қыз. Қандай динамикалық белгімен күзді бейнелеу мүмкін? Крещендомен дейді. Крещендо болса, балалар, крещендо болса табиғаттың қандай құбылысы болады? Не болады? Крещендо десе. Табиғаттың құбылысында не болады? Қыста не болады? Боран болады. Әрбірлерінің тапсырмаларыңды тексеріп қойдыңыздар ма? Тексеріп қойдыңыздар ма? Жақсы. Жақсы деп бәріміз айтып жіберейікші. Жақсы. Жарайсыңдар. Уақыт болып өреміз, ыстығын көреміз. Сара yazdan şınır boğa denemiz. Әппақ әппақ бала, әппақ алтын бала. Сағат. Концертте енді тыңдаушы эксперттер әнші орындаушы болып кетіп қой балалар. Өзіңізге қол шапалақтайық. Сіздерге дұрыс, бұрыс жауап айтуы мүмкін. Дұрыс болса орындарынан тұрасыңдар, бұрыс болса отыра бересіңдер. Концерт бол, көпшіліктің алдында өнер көрсет. Тамаша, ағайындар. Жыл мезгілдері атты скрипкалық циклды жазған композитор Серік Еркінбеков мен үшін сабақ қызықты болды деп таңдаған бала аты жөнің жазасында ана қысқа бар, мына жерге айналасына жапсырасыңдар, иә? Көктем, тақырыпты жақсы түсіндім дегенім. Атымды жазасында көктемнің, мына жердің айналасына жапсырасың стикерді. Жаңа пайдалы мәлімет білдім деген күз, аты жөнің жазасында мына жерге жапсырасың. Жаз, тақырып бойынша әлде ізденуім керек деген бала аты жөнің жазасында мына жерге ілесіздер. Қанеки, соны орындай жүрейік. Бүгін сендер тапсырманы жаңа орындадыңдар ғой, бәрі сабақтың аяғында жақсы мәлімет алғандарыңды жаңа ұшу-қону ойынын ойнаған кезде байқадым. Қорытындылап сіздерге сұрақ қойған кезде байқадым. Сіздер керемет қызықты концертке бардық. Билеттерді тегін алдыңдар тапсырманы орындап. Неған? Бүгінгі сіздердің сабақта алған білімдерін ұнады. Музыка әлеміне бірге саяхат аяқталды. Рахмет сендерге. Бәріміз керемет дейікші. Уроки Камшат Ануаровны гораздо более широкое понятие, чем урок музыки. Это и отношения, и традиции, и морально-нравственный климат классного коллектива, и многое-многое другое. Хочется отметить педагогическую технику учителя, ее темп речи, эмоциональность, точность использования дидактических материалов, видеороликов, песен при изучении теоретического материала. Камшат Ануаровна как магнит притягивает к себе, заряжая окружающих мощной творческой энергией, помогает своим ученикам воплощать самые смелые задумки и планы. Камшат Ануаровна – талантливый педагог, профессионал своего дела. Она взрастила множество талантливых учеников, победителей различных музыкальных конкурсов.